Сәлем, родной. Мен 2009 жылы түсірілген «Мертвый снег» атты киноға қысқаша шолу дайындадым. Жақсылап жайғасқан болсаң, біз бастаймыз. Арнаға жазылуды ұмытып кетпе. Фильм табиғат аясына демалуға бара жатқан Мартин, Рой, Вегард, Элрент есімді жігіттер және басқа көлікте Ханна, Лив және Крис есімді құрбыларымен жолға шығудан басталады. Арада бірер сағат өткеннен кейін олар белгіленген жерге жетеді. Енді тек снегоходтың ізі арқылы жаяу жүріп таудың жоғары бөлігінде орналасқан үйге жетпекші. Мартин достарынан егер де байқаусызда адасып кетсек, құтқарушыларға хабарласа аламыз ба деп сұрайды. Вегард оған бұл жерде ұялы желісі ұстамайтындығын айтып, снегоходпен жүріп кетеді. Қалғандары Вегардтың соңынан жаяу жолға бір-бірімен әзілдесіп жүріп келеді. Вегард үйге жетісімен өздерін осында күтіп отыруға тиісті құрбысын кездестірмейді, бірақ оған мән бермей үйдің ішіне кіріп пеш жағуға кіріседі. 30 минут өткеннен кейін барлығы үйге жетеді. Содан кейін барлығы қардың үстінде баллондармен сырғанап және бір-бірімен қарасып кеш батқанға дейін ойнайды. Олар қалған ойындарын жылы үйге кіріп твистер ойнау арқылы жалғастырады. Біраз уақыттан кейін Лив далаға әжетханаға шығады. Бірақ та ол біреудің жүрген дыбысын естиді де, достарының біреуі екен деп мән бермейді. Және орманнан адамның сұлбасын байқап үйге жүгіріп келеді. Келісімен достарына оларды біреу аңдып жүргенін айтады. Рой оның айтқан тексеру мақсатында есікті ашып, ешкімнің жоқтығын көрсетіп, кері бұрыла бергенде арт жағынан бір адам келіп қалады. Олар белгісіз ер адамды шайға шақырады. Шай үстінде белгісіз кісі бұл жерде екінші дүниежүзілік соғыс кезінде немістердің құпия әскери базасы болғандығын айтады. Олардың басты мақсаты Англиядан Ресейге баратын конвойдың жолын тоқтату болады. Негізінде немістер жергілікті халыққа тиіспей, керісінше оларды өздерінің жағына тартатын. Бірақ бұл жерде олай болмады. Бұл жердегі әскери базаны басқарған полковник Херцог жергілікті халықты аяусыз өлтірген. Соғыстың соңына қарай оның әскери жеңілгендігін біліп, қала тұрғындарының барлық құнды заттарын тартып алған. Бірақ осы маңдағы тұрғындар бірігіп Херцогтың әскеріне қарсы шығады. Жеңіліп бара жатқан Херцог өзінің біраз әскерімен және ұрлап алған алтындарымен осы тауға қарай қашып кеткендігін айтады. Бірақ жас жігіттер бұл сөзге сенбейтіндігін айтып, белгісіз еркектің көңіліне тиеді және ол ренжіп үйден кетіп қалады. Ол өз палаткасына келіп, біраз тамақ ішіп алып жатады. Біраз уақыттан кейін палатканың сыртынан біреудің жүрген дыбысын естиді. Қолына мылтығын алып сыртқа шығысымен, оны неміс солдаты күтіп алып, аяусыз өлтіреді. Келесі күні Вегард кешегі ер адамның айтқан әңгімесін ұмыта алмай, маңайды қарап шықпаққа аттанады. Ол далада тамақтанып отырып бір тастың бөктерінде орналасқан палатканы көреді. Палатканың қасына келісімен ішкі жағында өліп жатқан кешегі кісіні көріп шошып кетеді. Біраздан кейін ол өзіне келіп, маңайын қараса, қардың бетіне түсіп қалған адамның ізін байқайды. Осы уақытта үйде қалған Элверт погребтен банк алып шығамын деп, кішкене сандықша салынған алтын бұйымдарды алып шығады. Ал Вегард қардың бетіндегі ізді қуамын деп, байқаусызда қардың астында орналасқан туннельге түсіп кетеді және де есінен танып қалады. Достары түні бойы өздерінің тауып алған алтындарын тойлатып жатады және Элрент әжетханаға шықпақшы болып бара жатқанда қалтасынан байқаусызда бір алтын теңге түсіп қалады. Арада біраз минут өткеннен кейін неміс теңгені орнынан көтереді және Элрентке шабуылдайды. Ал достары қатты музыка қойғандықтан оның жан ұшырып айқайлаған дауысын естімейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін олар Элленттің біраз уақытқа жоғалғандығын уайымдап сыртқа оны іздеп шығады. Бірақ та оларынан түк шықпайды. Сондықтан олар үйге кіріп, әркім өз ойымен бөлісе бастайды. Бір кезде олардың әңгімесін терезені сындырып, қыздың біреуінің шашынан шап беріп ұстап алған немістің қолы бұзады. Достары қыздың шашын кесіп, оны құтқарып қалды да, қолдарына түскен заттармен қарулана бастайды. Бірақ зомби немістер үйді қоршап алып, терезені және үйдің кейбір әлсіз ағаш жерлерін сындырып, үйге кірмекші. Осындай арпалыс үстінде олар достарынан айырылады. Таң қылау бере немістер шабуылын тоқтатады. Достар жиналып екіге бөлінген дұрыстығын айтады. Мартин мен Рой немістерді айландыра тұрғанда, қыздар бұл жерден қашып шығып көмек сұрамақшы болады. Осы кезде Вегард та есін жинап өз-өзіне келеді. Бірақ та ол өзі құлап түскен жерден қанша тырысса да шыға алмайды. Сол себепті ол қолшам жасап, өзі түсіп кеткен туннельдің бойымен жүреді
және ол өзінің немістерінің әскери базасында екендігін түсінеді. Бір кезде оны зомби неміс байқап қалып, туннельден лақтырып жібереді. Екеуі айқаса түседі және төбелес үстінде Вегард амалын тауып оны өлтіреді. Енді жеңдім ба деп қуанып жатқанда, қар астынан тағы бір неміс шыға келеді. Онымен төбелес кезінде Вегард оның көзіне тастың үстінде жатқан пышақты тығып алады және тағы осы кезде алдында өзі өлтірген неміс қайтадан тіріліп оған шабуылдайды. Екеуі бірге шатқалдан құлайды, бірақ Вегард жіптен ұсталынып үлгереді, ал неміс болса Вегардтан ұсталынып алған және оны мойнынан жұлқылап жей бастайды. Вегард бар күшін жинап, оны басымен ұрып құлатып жібереді. Ал осы сәтте екі қыз төменгі шатқалда орналасқан көлікке қарай асығып жүгіріп барады және оларды жолда немістер байқап арттарынан қуады. Сол себепті екеуі екі жаққа бөлінеді. Ханна ағаш арасына тығылып жүріп өзі қуған немістің көзін жояды, бірақ лифттің жолы болмайды. Себебі артына жалтақтап қашып келе жатқанда алдынан бір неміс оны жақсылап күтіп алады. Өзінің біткен жері осы екендігін түсінген Лив зомби немістердің гранатасын алып өзін жарып жібереді. Болған жағдайдың барлығын полковник Херцог өзі қадағалап тұрған еді. Ол өзінің солдаттарын тірі қалғандарды ұстауға жібереді. Олар бірінші кезекте ағаш басында тығылып отырған Ханнаны көріп ұстамақшы болады. Ханна олардың біреуін өлтіріп қаша жөнеледі және қашып ақыр соңында бір жарғабаққа келіп тығырыққа тіреледі. Амалы жоқтығынан сол жерден секіріп кетеді. Осы кезде Мартин мен Рой екеуі үйдің ішінде қорғалып жатқан еді және шайқас ортасында Мартин телефонына сейт пайда болғанын байқап полицейлерге хабарласады және операторға өздеріне зомби немістер шабуылдап жатқанын айтады. Оператор оны қалжыңбас біреу екен деп ойлап тұтқаны қоя салады. Рой ашуланып бұндай сандырақты қалай айтуға болады деп Мартинмен ұрыса кетеді. Неге жай ғана бандиттер шабуылдады деп айтпадың дейді. Бірақ осылай ұрсып тұруға уақыт та тапшы еді. Сол себепті олар үйдің жанындағы кішіректеу қораға барып тығылуды жөн деп санайды. Және ол қораның ішінде кувалда мен бензопила тауып алады. Қаруланып алғаннан кейін қарсыластарының көзін жоймақшы болып шабуылға аттанады. Және оларға көмекке Вегард та келеді. Пулеметтен оқ жаудыртып немістердің көзін жояды. Бәрі орныққаннан кейін Мартин оларға не болғандығын айтып жатады. Бірақ олар немістердің қайта тіріле алатын қасиеті барлығын ұмытып кетеді. Сол себепті Вегардқа өзі өлтірген немістері тіріліп пышақ тығып өлтіреді. Мартин оны құтқармаққа немістермен шайқасқа түседі және байқаусызда аяқ астынан пайда болған Ханнаны өлтіріп алады. Шабуыл алаңында полковник Херцог өзінің жеке әскерімен келеді. Төбелес кезінде олардың біреуі Мартиннің қолын тістеп алады. Зомби туралы киноға тойып алған Мартин өзінің тістелген қолын бензопиламен кесіп тастайды. Жарасын отқа күйдіріп байлап таңып болғаннан кейін қуанып тұрған Мартинді қардың астынан бір неміс атып шығып бұтының ортасынан тістеп жей бастайды. Осы кезде полковник Херцог өзінің қатты бір даусымен қалың қар астынан қалың неміс солдаттарын оятады. Енді Мартин мен Ройға қашудан басқа амал қалмайды. Қашып бара жатқан Ройды Херцог қуып жетіп өлтіреді және оның қалтасындағы қымбат заттарды алады. Осыны көрген Мартиннің басына ой келеді. Жанып кеткен үйдің ортасынан өздері тауып алған сандықшаны полковникке алып келеді. Полковник оған тиіспей кетуге рұқсат береді. 2-3 сағат дегенде ол көлігіне келеді. Ішке отырып, қалтасынан кілтін алып шыға бергенде алтын тиын түсіп қалады. Шошып кеткен Мартин терезеге қарағанда полковник Херцогты көреді. Родной, осымен фильмнің бірінші бөлімі аяқталды. Егер екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, 50 лайк жинап, комментке өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді жаза кетіріңіздер. Қазақ тілді арнаны қолдап, тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.